Саламатсыздар ма? Мен Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Көктау орта мектебінің математика пәні мұғалімі Құрманғазина Бұлбұл Ермекқызы. Авторлық бағдарламаның тақырыбы математикалық олимпиада есептерін шешу стратегиялары. Бағдарлама 9-11 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағаттан тұрады. Мазмұндық бөлімі түсінік хаттан, мазмұндық бөлім, нормативті бөлім, ақпараттық әдістемелік бөлім, қысқа мерзімді жоспар, пайдаланған әдебиеттер тізілімнен тұрады. Менің авторлық бағдарламама жазылған 2 пікір. Бағдарлама мақсаты оқушылардың математикалық білімдерін тереңдетіп, логикалық және шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту арқылы олимпиада есептерін шешу стратегияларын меңгерту. Бағдарлама міндеттері: оқушылардың олимпиада есептерін талдау және шешу дағдыларын қалыптастыру, математикалық ойлау, логика және интуиция қабілеттерін дамыту, түрлі қиындық деңгейіндегі есептер шешу әдістерін үйрету, алгебралық және геометриялық сандар салаларындағы білімдерін кеңейту, шығармашылық шешімдер іздеу және жаңа әдістерді қолдану дағдыларын меңгерту, уақытты тиімді жоспарлау және жарыс жағдайларында жұмыс істеу стратегияларын дамыту. Келесі бөлім академиялық және кәсіби жетістіктерге қол жеткізу үшін өзін-өзі жетілдіруге ынталандыру, командамен жұмыс жасау және ұжымдық талдау қабілеттерін дамыту. Бағдарламаның өзектілігі: қазіргі заманда математика тек академиялық салада ғана емес, сонымен қатар технология, экономика, ғылым және күнделікті өмірде де маңызды орын алатын пәндердің бірі болып табылады. Математикалық олимпиадалар оқушылардың шығармашылық және аналитикалық ойлау қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаның өзектілігі олимпиада есептерін шешу дағдыларын жетілдіру арқылы оқушылардың болашақта жетістіктерін қамтамасыз етуінде. Бағдарламаның жаңалығы: бағдарлама олимпиада есептерін шешудің әртүрлі әдістерін, басқа инновациялық тәсілдерді қамтиды. Сонымен қатар әртүрлі деңгейдегі есептерді талдау, шешу алгоритмін құру және оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сай оқу траекторияларын ұсыну сияқты жаңа бағыттар қарастырылған. Бұл жаңалықтар бағдарламаның тиімділігін арттырады. Бағдарламаның ерекшелігі: бағдарлама тек олимпиада есептерін шешу стратегияларына ғана емес, сонымен қатар логикалық және шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттеріне бейімделу, интерактивті әдістерді пайдалану және практикалық жаттығуларды енгізу бағдарламаның басты ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Бағдарлама оқушыларды тереңдетілген теориялық біліммен қамтамасыз етеді. Күтілетін нәтижелер: оқушылар олимпиада есептерін тиімді талдау және шешу дағдыларын меңгереді. Логика және шығармашылық ойлау қабілеттері дамиды. Математикалық теориялық тәжірибе жүзінде қолдануды үйренеді. Қиындық деңгейі жоғары есептерді шешу алгоритмін құра алады. Командалық жұмыс пен ұжымдық талқылау дағдыларын жетілдіреді. Зерттеушілік және аналитикалық қабілеттері артады. Уақытты тиімді пайдаланып, өзін-өзі сенімділік деңгейлері жоғарылайды. Олимпиадаларда жоғары нәтижелерге қол жеткізу мүмкіндіктері артады. Яғни авторлық бағдарлама мазмұны алгебра, геометрия, сандар теориясы, комбинаторика және логика қосымша тақырыптардан бөлімдерден тұрады. Бағдарламаның құрылымы күнтізбелік, жоспар, жобалық жұмыс және рефлексия, кері байланыстар бар. Мынау менің ұсынып отырған қымыжым. Яғни бұл қымыжының ерекшелігінде қазіргі жасанды интеллект платформалары кеңірек қолданылған, яғни ол сергіту сәтінде, деңгейлік тапсырмаларда және кері байланыстарда көп кездеседі. Яғни мынау біздің бір жылғы жетістіктеріміз олимпиададан алған.
Мынау пайдаланған әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет.